Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі біздің жаңа тәжірибелік сабағымыз атмосфералық ауада шаң мөлшерін анықтау. Ең алдымен сіздерге мен қолымда тұрған нұсқау картаны Platons платформасына беріп салып қойдым, яғни сол сіздерге көмекші құрал ретінде бүгінгі жұмыс барысына көмектеседі. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз есеп шығаруға арналады. Яғни атмосфералық ауада шаң мөлшерін анықтау. Сабағымыздың мақсаты түрлі өндіріс құралдарынан бөлінетін шаңдар мөлшерін айқындауды үйрену, аспирациялық жүйелер жұмысының коэффициентін есептеуді үйрену. Бізге керек күнде алдыларыңыздағы нұсқау карта, яғни сіздер Platons платформасынан жүктей аласыздар, жұмыс дәптер және калькулятор. Яғни калькулятор арқылы берілген есептерді шығарып есептеуге көп септігін тигізеді. Ең алдымен жұмыс барысына тоқталатын болсақ, ағаш материалды жону барысында атмосфералық ауаға шаң тәрізді үгінді жоңқа және шаңдар бөлінетінін білеміз. Бізге тапсырма беріледі, яғни екі жұмыс істейтін станоктардан бөлінетін шаң тәрізді қалдықтардың мөлшерін анықтау. Шаң тәрізді қалдықтар шаң сүзгіш құрылғыларды тазартуды сыртқа шығару. Ол үшін бізге Тищенконың охрана атмосферного воздуха, расчет содержания вредных веществ и распределения воздуха атты методический кітабы көмекке келеді. Яғни соның ішінде бір несін мен сызба ретінде, яғни кесте ретінде нұсқау картаға сіздерге көмекке көрсеттім. Енді жұмыс орнына барысына келетін болсақ, бізде яғни есепті шығаруға арнайы формула қажет. Ең алдымен жаңа тапсырма бойынша бізде екі жұмыс орны станоктарда бөлінетін шаңның мөлшерін анықтау. Яғни берілген кесте бойынша мен бір станокты аламын. Я ЦКБ4 станок түрін аламын. ЦКБ4 станок түрі. Яғни осы станок түрінен бөлінетін ауаға шаң тәрізді қалдықтардың мөлшерін қалай анықтаймыз? Ең алдымен ағашты механикалық өңдеу барысында атмосфераға бөлінетін үгінді, жоңқа және шаң мөлшері қолданылатын станок түріне және құралды қолдану уақытында коэффициентіне байланысты болады. Шаң тәрізді қалдықтарының мөлшері келесі формуламен есептелінеді. G тең G0 көбейтілген КН. Яғни ол бізде КН кестеде көрсетіліп тұрғандай станок түріне байланысты қалдықтардың орташа мөлшері және де шамасы көрсетілген. Яғни ол станоктағы әр қайсының өзіне берілген шама, тұрақты шама болып табылады. Бұл жерде G0 дегеніміз G0 қолданылған құралдан бөлінетін қалдықтар мөлшері. Ал жаңа айттық, КН-ді ол шаң тәрізді қалдықтарының коэффициенті. Яғни әр коэффициент, мына кестеге назар аударсаңыздар, әр қайсынікі әртүрлі болып келеді. Келесі формула, яғни G0 тең G01 көбейтілген N. Яғни бұл жерде N дегеніміз біздің станоктар саны. Станоктар саны. Яғни ол тұрақты шама N тең бізде 2-ге. Ол тұрақты өзгертілмейді. Ал G01 дегеніміз ол бір станоктан бөлінген қалдық мөлшері. Қалдық мөлшері. Енді аспирациялық жүйені түзетін шаң тәрізді қалдықтардың мөлшерін келесі формуламен есептейміз. G тең G0 көбейтілген KN көбейтілген KMO көбейтілген 1 минус KN. Яғни бұл бізді шаң сүзгіш құрылғыда тазартылған атмосфералық ауадағы шаң тәрізді қалдықтардың мөлшерін есептеу формуласы. Енді алдымен G-ді біз қалай анықтаймыз? G жазамыз, яғни тең. Яғни ол біздің шаң тәрізді қалдықтың мөлшері. Оны анықтамас бұрын бізге G0-ді анықтауымыз керек. G0 дегеніміз, яғни
G0 дегеніміз кестеге назар аударамыз. Мысалға мен ЦКБ 4 станогын алдым. Оның қалдықтарының орташа мөлшері 44. Көбейтемін оны жаңағы станоктар санына. Оны біз айттық N тұрақты шама. Яғни ол 88 килограмм сағат. Так, келесі. Бұл біздің жаңа айттық G0. Енді КН. Ол КН біз айттық белгілі шаң тәрізді қалдықтардың коэффициенті. ЦКБ 4-те ол 0,5-ке тең. КН тең 0,5-ке. Так, КМО. КМО ол да бізде тұрақты шама, яғни нұсқау картасында мен көрсетіп жаздым. Ол бізде 0,9-ға тең. Так, енді бізге КНЕП. Ол не бізде? Ол шаң түзетін құрылғы жұмысының эффективлік коэффициенті, яғни ол да бізде тұрақты шама. Ол 0,1095 килограмм сағатқа тең. Яғни бұл аталған үшеуі де бізде тұрақты шама. Тұрақты шама. Енді біздің формуламызды осы формулаға байланысты ЦКБ 4 станогынан бөлінетін қалдықтардың мөлшерін анықтауға дайын. Яғни G0 бізде 88 килограмм сағат, көбейтеміз формула бойынша КН. КН бізде 0,5. Көбейтеміз КМО. Ол бізде тұрақты шама дедік. 0,9. Көбейту. Жақша бойынша бізде формулада 1 минус КЕП. Ол бізде айттық шаң сүзетін құрылғы жұмысының эффективтілік коэффициенті. Яғни ол да бізде тұрақты шама минус 0,1095 килограмм сағат. Енді есептейміз. Так, калькулятор бойынша бірінші жақшаның шамасын орындаймыз. 1 минус 0,1095. 1 минус 1 минус 0,095. Яғни оны таптық. Енді алдында көрсетілген сандарды есептейміз. 88 көбейтілген 0,15 көбейтілген 0,9. Көбейту жаңа жақшаның ішінде шыққан санды тағы да көбейтеміз. Сол кезде бізде болады 25,10,866 килограмм сағатына. Яғни бұл біздің ЦКБ 4 станогының шаң сүзгіш құрылғысының тазартылған мөлшердегісі 25,10,066 килограмм сағатқа тең деген сөз. Құрметті студенттер, мен сіздерге осы формулаларға байланысты және де Тищенконың есептеу кестесінің 5 есептін беремін. Сол 5 есепті мен көрсеткен формулаға сүйене отырып, орындап, әдеттегідей Платонс платформасына тексеруге жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет.